Ана, өмірдің бастауы, тіршіліктің тірегі, мейірімнің сарқылмас қайнары. Ана деген сөздің өзінде жылулық, шапағат, қамқорлық жатыр. Бүгін біз жүрегіміздің төрінен мәңгі орын алған аяулы анамызды сағынышпен еске алып, оның жарқын бейнесін көз алдымызға тағы бір елестету үшін жиналып отырмыз. Ие, оның орнын ештеңе толтыра алмаса да, артында қалған өнегелі ізі, ақ пейілі мен кең жүрегі біз үшін мәңгілік шамшырақ болып қала береді. Шаңырағымыздың шұғылалы сәулесі, жан дүниеміздің шуағы, көзіміздің нұры болған аяулы да ардақты анамыз Айдарбекова Зибаш Төленді қызының мәңгілік сапарға аттанғанына да міне бір жылдың жүзі болыпты. Уақыт тоқтамайды, өмір өз арнасымен ағып жатыр. Бірақ жүректегі сағыныштың сазы бәсеңдер емес. Керісінше әр өткен күн анамыздың қадірін тереңірек сездіріп, оның асыл бейнесін одан сайын сағындыра түседі. Оның нұрлы жүзі, аялы алақаны, мейірімге толы құшағы бәрі-бәрі жадымызда мәңгі сақталады. Анамыз Зибаш Төленді қызы 1957 жылдың 19 сәуірінде Шымкент облысы Киров ауданына қарасты Багара ауылында дүниеге келді. Балалық шағы қарапайым ауыл тіршілігімен астасып, еңбек пен тәрбиенің мектебінен өтті. Орта білімді Түркістан қаласындағы Некрас мектебінде алып, жастайынан алғырлығымен, зеректігімен ерекшеленді. Білімге деген құштарлығы оны үлкен өмір жолына жетелеп, 1973 жылы арман қуып, Алматы қаласына аттандырды. Бағы жанып, қабілеті танылып, қыздар педагогикалық институтының студенті атанды. Орыс тілі мен әдебиеті факультетінде білім алып, 1977 жылы жоғары оқу орнын үздік бағамен тәмамдады. Бұл оның табандылығы мен білімге деген шынайы сүйіспеншілігінің айқын дәлелі еді. 1977 жылы 10 қарашада әкеміз Айдарбеков Мұрат Мүсілімұлымен шаңырақ көтеріп, жаңа өмірдің жауапты кезеңіне қадам басты. Жас келін атанып, отбасының ұйытқысы бола жүріп, өзінің мамандығында ұмыт қалдырмады. Жетісай қаласындағы педагогикалық училищеде ұстаздық етіп, жас ұрпақтың санасына білім дәнін септі. Жас болса да, үлкен жауапкершілікпен еңбек етіп, шәкірттерінің жүрегіне жол таба білді. Кейін тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында түрлі қызметтер атқарып, СПМК 305 мекемесінде кадр бөлім басқарды. 1996 жылы Жетісай қалалық мұрағатының директоры қызметіне тағайындалып, бұл міндетті де абыроймен атқарды. Қандай қызметте жүрсе де, адалдықты ту етіп, еңбегіне жауапкершілікпен қарады. Нарық заманына бейімделіп, кәсіпкерлік саласында да өз орнын таба білді. Зейнеткерлікке шыққанға дейін тынымсыз еңбек етіп, өз ісін дөңгелетіп, отбасының берекесін арттырды. Анамыздың өмірінің ең үлкен мәні оның отбасы болды. Тұла бойы мейірім мен махаббатқа толы жан ретінде ол өмірге 2 ұл, 1 қыз әкеліп, бар мейірімін төгіп өсірді. Әкеміз Мұрат Мүсілімұлымен бірге перзенттеріне адамгершілік пен адалдықтың, еңбек сүйгіштік пен ізгіліктің үлгісін көрсетті. Балаларының білімді, тәрбиелі, елге сыйлы азамат болып қалыптасуына бар күш-жігерін жұмсады. Өмірлік қосағы Мұрат Мүсілімұлымен жарасымды өмір кешіп, тағдырдың ыстығы мен суығында бірге болды. Перзенттерінің барлығына жоғары білім беріп, ел сүйсінерліктей азамат етіп ұядан ұшырды. Тұңғышы Әлімжан Шымкент қаласындағы халықаралық гуманитарлық техникалық университетін заңгер мамандығы бойынша бітірген. Сондай-ақ Шымкент экономикалық университетінде білім алып, экономист мамандығын қоса меңгерген. Қызы Айжан Ұлағат университетін банк ісі бойынша тәмамдаған.
Кенже ұлы Бақытжан Алматы қаласындағы Абай атындағы мемлекеттік университетте политолог мамандығында оқыған. Сонымен қатар Алматы үздіксіз білім беру университетінде заңгер мамандығы бойынша тауысқан. Анамыз Зибаш Төленді қызы ұл қызынан 11 немере сүйіп, асыл әже атанды. Немерелері оның жүрегінің ерекше бір нәзік тұсы еді. Оларға деген махаббаты шексіз болатын. Әрқайсысын бауырына басып, еркелетіп, ақылын айтып, мейірімін төгіп отыратын. Немерелер үшін ол тек әже ғана емес, қамқоршы, жанашыр, ақылшы болды. Жаны жайсаң, көңілі дархан жандармен құдандалы болып, сыйластықпен татулықты ту еткен үлкен әулетке айналды. Құда жекжатпен арадағы қарым-қатынас әрдайым ізгілікпен құрметке негізделіп, ағайын арасындағы бірлік пен берекенің артуына себеп болды. Иә, адам өмірден өтеді, бірақ оның артында қалған ізі, жасаған жақсылығы, берген тәрбиесі мәңгі жасайды. Анамыздың ғұмыры адал еңбекке, шынайы махаббатқа, отбасыға деген шексіз жанашырлыққа толы өнегелі өмір. Біз үшін ол тек ана ғана емес, өмірдің мәнін ұқтырған ұстаз, сабыр мен төзімнің, мейірім мен парасаттың үлгісі. Оның әрбір айтқан сөзі, әрбір жасаған ісі бізге аманат. Қадірлі ағайын, бүгін біз анамызды сағынышпен еске ала отырып, оның жарқын бейнесін жүрегімізде жаңғырттық. Оның рухы әрдайым біздің жанымызда, біздің дұғамызда. Алла тағала анамыздың жатқан жерін жайлы, топырағын торқа, иманын саламат етсін. Жаны жәннатта, рухы пейіштің төрінде шалқысын. Анамыздың жарқын бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталады. Біз оны ешқашан ұмытпаймыз. Сағынышымыз жүрекпен бірге өмір сүре береді. Менің анам бәрінен қымбаттым.